И мен қазір сіздерге бағана смолдан не әкелгенімді көрсететін боламын. Тұрған кезде только кофе іштім, и қазір мен завтрак істейтін боламын. Сағат 4 болса да бәрібір, потому что сағат бүгін бізде воскресенье, так? Пакет алдым, дома ішінен мен бірден нан алудым кеттім, и сол үшін екінші рет барып нан, грецкий орех, печенье, орехпен. Короче, орех қосылған печеньесі. Аймартай алдым, мен қазір қалай істейтін болсам, сыр алдым, донатсы істейтін болам, так что ақ шоколад и Қазақстан шоколад алдым. Өйткені мен патриотпын. 10 жұмыртқа. Потом бірінші мені жұмыртқаларын жуып алу. Қазір тұра тұр. Қазір тағы біреу жарылса, смол сенің репутацияң қазір кетеді. Мен қазір печенье жасайын деп жатырмын. Сағат бізде қазір 5-тен 13 кетті. Завтракымды ішіп болдым. Короче, өте ұзақ воскресенье деп айтсам болады. Және мен кішкене ауырып тұрмын, сол үшін даусым біртүрлі шығып жатыр. Иә. Мен 10 сағат бір шоколад істеп жатырмын. 10 сағат. Қайда орталық каналын не көруге болатынын чай ішіп жатырмын. И қазір чай можем қылатын шығармыз. Нужна эта энергетика и харизма, да? Неважно, как...
Бізде дүйсенбі, менде пара жоқ, сол үшін тағы да барлықтарына сәлем. Мен қазір паркке шықтым кітап оқу үшін, өйткені бізде бүгін понедельник, менде пара жоқ, сол үшін бос уақытымды далаға шығып кішкене ауа жұтып кітап оқуды дұрыс көрдім. Достар, по идее мына тақырып үлкен да, значит жүріп жатырмын маған кішкене қатты ұнап жатқан жоқ, мен қалай түсіріп жатқанмын осындай жерде, бірақ та менің ойымша нормально болады. Қазір мен кітабымды 40-45 бет оқып болғаннан кейін үйге қайтамын, үйге француз тілімді жалғастырамын. Надеюсь, мына жерге ешкім келмейді. Потому что мен ана жерде отырдым, коляскамен жүретін ата-аналар көп болып кетті. Адамдар жүрмейтін жолмен жүріп жатырмыз. Why not? Блогер болу оңай ма? Жинауды бастадым, кірлерді қосып қойдым. Қазір мына жерді тазалау керек болады. Үйге кетіп жатырмын, зат алу керек. Музейге келдік. Шүкірік. Это называется пакетке бюджет бөлінеді. И мен қараға кетіп жатырмын универге. Сағат 8-де бітеді. Бірінші рет талсық ұялымыз. Рахмет бұл влогты көргендеріңізге. Бұл менде өте ұзақ болды негізінде, бірақ та олай ұзақ болады деп ойламадым. Егер де сіздерге ұнаса лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар және келесі видеоларымды күтіңіздер. Және бұл менде понедельник, воскресенье сол күндер болды және вторник қоса осы күнмен. Ладно, барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Вторник өте жақсы басталып жатыр. Понедельник мен демалғаннан кейін, вторник менде понедельник, короче.